Білім алушы, бүгін біз дөңгелек сандардан қалай тез және қатесіз азайтуға болатындығының екінші тәсілімен танысатын боламыз. Мына мысалдарды көріп тұрмыз ғой. Қазір әр мысалды жеке-жеке талдайтын боламыз. Бірінші мысал, 1000 мен 496-ның айырмасы. Бұл тәсілде белгілі бір формула бар. Формуланы қойып, өрнектің мәнін тез таба аламыз. Бірінші саннан 1000-ды азайтып тастаймыз, яғни 0-ден бұрын кездескен. Соңғы санымыз ол бізде 10 болады, ал ортасындағы 0-дер ол 9 болады. Яғни бірінші тұрған біріміз, 1-ден 1-ді алып тастаймыз, 0 шығады, сан 0-ден басталмайды. Ортасындағы 0-деріміз 9-ға айналды, 9 мен 4-дің айырмасы 5-ке тең, 9 мен 9-дің айырмасы 0-ге тең, 10 мен 6-ның айырмасы 4-ке тең. Күмәндансаң, калькулятормен тексеріп көр. Осы формуланы ұмытпай, есімізге сақтап, көз алдымызға елестете отырып шығаруымызға болады. 5000 мен 3237-ның айырмасы. Формулаға қоямыз. Бірінші тұрған саннан 1-ді азайтып тастаймыз. Соңғы санымыз бізде 0 болады. Оны 10-ға айналдырамыз. Ал ортасындағы 0-дер ол 9-дарға айналады. 5-тен 1-ді азайтып тастаймыз. Ол кезде ол жерде 4 болады. Ал 4 пен 3-дің айырмасы бізге 1-ді береді. Ортасындағы 9-дардан азайтамыз қазір сандарды. 9 мен 2-ның айырмасы 7, 9 мен 3-дің айырмасы 6, ал 10 мен 7-ның айырмасы ол 3 болады. Жауабы 1763 болды. Келесі өрнегіміз. 17000-нан 6539 азайту керек. Мен жаңа айтып кеткендей, мынау 0-дердің алдындағы сандан бірінші тұрған, 0-дің алдында 0-ден бірінші тұрған саннан 1-ді азайтып тастаймыз. Орта санындағы 0-дер 9 болады, ал соңында тұрған 0-іміз ол 10-ға айналады. Ортасындағы 9. Формулаға қойдық, яғни 17-ден 1-ді азайтып тастаймыз ойша. Ол 16 болады, 16-дан 6-ны азайтамыз, ол бізде 10-ға айналады. 9 мен 5-дің айырмасы 4 болады, 9 мен 3-дің айырмасы 6 болады, 10 мен 9-ның айырмасы 1 болады. Солай біз өрнектің мәнін таптық. Өрнегіміздің мәні 10461-ге тең екен. Осылай дөңгелек сандарды тез және қатесіз азайтудың екінші тәсілімен сіздерді таныстырдым. Ақпарат сіздерге қызықты болса, менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.